Армысыздар, құрметті оқырмандар. Сыбайлас жемқорлық қазіргі заман дерті, ғасыр ағысымен бірге өсіп өркендеп, қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған мәселелердің бірі. Осы орайда арнаулы кітапхананың ұйымдастыруымен «Сыбайлас жемқорлық қазіргі заман дерті» атты онлайн лекциясын назарларыңызға ұсынамыз. Сыбайлас жемқорлық түсінігі латынша коррупция, пара беруді, қызметтік дәрежесінің лауазымды тұлғасын жеке баю мақсатында тікелей пайдалану деген мағынаны береді. Коррупция термині латын сөзінен шыққан, мағынасы жағынан мемлекет организмінің қоғамдық қарым-қатынастарды бұзу дегенді білдіреді. Параға сатып алу терминімен сәйкес, яғни лауазымды тұлғаның өз билігі, өкілеттігі мен сеніп тапсырылған құқығын заңға және моральдық нормаларға қайшы келетін өтірік айту, бопсалаушылық, сөз бұйда жасау жолдарымен жеке бас пайдасы үшін пайдалануы. Қазіргі кезде сыбайлас жемқорлық әлемнің кез келген елінде, оның саяси дамуына байланыссыз, оның ішінде Қазақстанда да әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін жалғастырып келеді. Ол тек ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес болып табылады. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы қоғамның көмегінсіз жемқорлықты жеңу мүмкін еместігін бірнеше рет атап өтті. Жастардың жалпы күрделі мәселелерді шешуге, оның ішінде сыбайлас жемқорлықты жеңуге де қажет білімдері жетерлік және жемқорлыққа қарсы күресуге негізделген қызығушылықтары да бар деген болатын. Қазақстан Республикасы Конституциясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық заман ағысымен бірге өсіп өркендеп, мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр. Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі осы зұлымдықпен күресу болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес, сондықтан кез келген ортада пара беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет. Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін сырқат емес. Айналасындағы салауатты, таза және сау ортаны шарпып, тыныс тіршілігін тарылтатын заңсыз әрекеттермен қоғамдық ортаның және мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, дара кәсіпкерлердің, азаматтардың қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті дертті болдырмаудың тетігі халықтың өзінде. Бұл дерттің алдын алып, қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына жол бермеу керек. Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз және халық сенімінен шығатынымыз анық. Әділдік жоқ жерде пара белең алады. Дүние байлық неге керек, денсаулығың болмаса, төрелігің неге керек, халықтың көңілі толмаса деген нақыл сөз еңбек етіп жүрген әрбір қызметкерлердің де бағдары іспеттес. Шынында да біз әділ төрелік жасап, жемқорлықтан жоғары тұрған жағдайда ғана халық сеніміне ие боламыз. Елбасы жолдауында заңды бұзған екенсің, оның баптарына сәйкес жауапқа тартыласың дейтін нақты ереже бар. Олай болмаған күнде біз кеңестік кездегі заң қалай бұрсаң солай бұралатын тәртенің керін қайталайтын боламыз деп атап көрсеткен. Ендеше жемқорлықты жоюды мақсат еткен жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы.
Елдің болашағы жас ұрпақтың қолында. Жемқорлықтың құрығына түсетін де, оның көзін құртатын да халық. Сондықтан парақорлық дертін жоюда халық, қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.